бокста қандай нәтижемен тоқтадыңыз және неліктен қыздарды жаттықтыруды жөн көрдіңіз? Мақсатым бар 2008 жылғы Пекинде олимпиада жақын қалғандай сезініп жүрмін. Қазақстан чемпионатында екінші жерім шығып кетті. Қандай ой болды? Неше медаль деген жоспар болды? Бұл қыздардың әлі пик формасы емес. Назымның үшінші алтынына анық баратынына сендіңіз бе, әлде күмән болды ма? Олимпиаданың қола жүлдегерсің, сен 48-ге барасың деген ондай ешқандай болған жоқ. Сіз командаға өте бір қиын кезеңде келдіңіз ғой. Ондай жауапкершілік алу қиын болмады ма? Сенуге бола ма, сенуге болмай ма, сосын сұрастырып едім. Жақсы. Назым медальнан кейін ғана сіз күле бастадыңыз ғой деймін. Спортшыларымызды көтеретінді, түсіретінді ол біздің халық қой. Айда 2 әлем чемпионатына қатысып, екеуінде бірінші айналымда ұтылған екен. Оның біреуі әйгілі Иман Халифтен ұтылған екен. Тойым болады, тойым барлықтар дайындалса, айда менде бүгін банный ден деп неге кетіп қалып деп сондай несі бар айтқан. Қыз бала ма, әлде еркек адам ба деген сұрақтар көп қойылып жатыр. Еркек адамды әйел адамнан ажырата алмай айтқан сол маған таңғаларлық жайды да, мысалы. Қай қарсыластардан, қай елдерден қауіп күтесіз? Мынадан қорқамыз, және де мынау оңай, мынадан қорықпаймыз деген жоқ. Басқа елдер бізден қорықсын. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің бүгінгі қонағым бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының бас бапкері, кеше ғана 3 дүркін әлем чемпионын шығарып 3 әлем чемпионымен елге оралған Елдос Сайдалин мырза. Елдос мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Кешегі жақсы нәтижемен құттықтаймын. Олимпиададан кейін тіпті еңсемізді көтеріп тастады, 3 алтын. Өздеріңіз сол әлем чемпионатынан кейін келіп, кішкене есеп беріп, қорытынды шығарып жатқан шығарсыздар қазір. Рахмет. Біз әлем чемпионаты біз үшін сәтті аяқталды. Тамаша. Қыздарымыз өте тамаша өнер көрсетті. Елге абыроймен оралдық. Соған қуаныштымын. Назым қызымыз 3 дүркін әлем чемпионы болып жатыр. Және де 2 су жаңа әлем чемпионы келді Қазақстанға. Алуа мен Аида. Сол қуаныштымын. Және де күміс алған қыздарымыз да бар, қола алған қыздарымыз, даже ұтылған қыздарымыздың өздері барлықтары күшті өнер көрсетті. Көңіліміз толды. Керемет. Бізде марқайып қалдық, Қазақтан тұңғыш 3 дүркін әлем чемпионы шықты деп. Мен білуімше, ерлер арасында да басқа спорт түрлерінде олимпиадалық бұндай 3 дүркін әлем чемпионы дейтін атақ бірінші рет осы Назымда болған сияқты. Енді басқа спорттарды білмеймін, бірақ бокста да басқа спорт түрлерінде 3 дүркін шықпады ғой Қазақтан тұңғыш. Осы Назым Париж олимпиадасынан кейін айтқан болатын осы сөзін. Назым ана қола медальға жартылай финалда ұтылып қалғаннан кейін онша бізге көңіл күй болмады сұхбат беруге. Бірақ марапаттау рәсімінен кейін ол сондай жақсы көңіл күймен келе жатыр. Сонда Назым ендігі мақсат қандай дегенде Серік Сәпиев екеумізде 2 алтыннан бар, енді 3 дүркін деген. Айтты сөзінде тұрды. Сол ғой, айтты сөзінде тұрды. Ол да ерлік. Қуаныштым сол. Негізі әлеуметтік желіде де сондай көп пікір жазылып жатыр. Мамандар, сарапшылар, спорт журналистер де айтып жатыр. Қазіргі құрама бапкерлер қыздарды өте жақсы дайындықпен алып барған деген подводка дейді ма, пигіна жеткізбей, тура жарыстың кезінде бабына енетіндей қылып. Жалпы қалай болды, не мақсатпен бардыңыздар, қандай ой болды, неше медаль деген жоспар болды? Мақсатымыз әрине алтын үшін. Біз 12 қыз апардық қой, 12-сі де алтын үшін бардық әрине. Енді жарыс уақытында барлық осылай өз деңгейінде өнер көрсетті. Барлықтары кейбіреулерге жеребе жолдас болмады, кейбіреулерге енді әр нелер болып жатты ғой сәттер. Дайындығымыз оңай болған жоқ. Қыздарға бір ырза болған соның барлығына шыдап, қанша қиын болды көріп жүр ғой енді. Соның бәріне шыдап, осындай жетістікке жетіп жатыр. Әлде де бұл қыздардың әлі пик формасы емес. Біздің мақсатымыз алдағы уақытта Азия ойындары, алдағы олимпиадада сол қыздарымыз ең бауында пик формасы сол жаққа келтіруге Құдай қаласа тырысамыз. Әлі мына әлем чемпионатында қыздарымыз сондай пик формада болған жоқ. Осы нагрузка деді ғой, соны біз жоғары ұстадық. Пульсация барлықтан 190, 200-ге дейін жетіп жүрді пульстары. Соған сондай өздерінің бұрынғы тәжірибелері бар.
сол тәжірибесінің арқасы және де осы жаттығулардың арқасында осындай жетістікке жетіп жатыр. Және де біздің құрамада бапкерлеріміз керемет бапкерлеріміз, құраманың барлық бапкерлері және де жеке бапкерлері бар. Сосын құрамамызда врач, жаңадан келді врачымыз бар, массажист. Сол барлықтары аянбай жұмыс жасады. Қыздарымыз да еңбек етіп командалық жұмыс дейсіз. Командалық ауызбіршілік, айтып жатыр ғой, ауызбіршілік. Соның арқасында осындай жақсы жетістікке жетіп жатырық. Бұмен тоқтамаймыз. Бұл бастамасы. Қыздар бұдан да үлкен жетістікке жете алатынына сенімдімін. Біз енді олимпиаданың алтынын күтіп жүрміз ғой. 2012 жылдан бастап бокс енді ғой олимпиада бағдарламасына. Енді 20 Токиодан басқа Вальнова алды, 12-де Шәкімова алды. 20-да енді болмады Токио олимпиадасы, енді ары қарай 24-те Назым алды. Енді қоламен келе жатырық, иә? Үш қола. 28 мақсатымыз, алға қойған мақсатымыз сол. Бізде олимпиада ойындары емес, Азия ойындарында да әлі алтын жоқ. Күміс қола болған, бірақ алтын жоқ. Мақсатымыз әрдайым қыздарымыз шамалары жетеді негізі. Азия чемпионы, Азия ойындарының чемпионы және де олимпиада чемпиондары болуға. Тек қана қазіргі мынау осы құрамада қыз емес, біздерде әлі жастар буында, жасөспірімдер буында қыздарымыз бар жақсы. Ол жақта да бапкерлер жақсы жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта 2028-ге сол қыздарымызды даже алып баратындай. Солардың қазір құда қалап барлықтарын жоспармен жұмыс жасасақ, 2028-ге кез келген қыз жарып шығуы мүмкін. Бұйырса сол күнді көрейік. Осы кешегі әлем чемпионатына барған құрамда баланс болды, жақсы баланс сақталған екен. Яғни бұрыннан келатқан тәжірибелі қыздар, ардагер деп те айтсақ болады. Бұрыннан келатқан тәжірибелі қыздарымыздар, ол Назым бар, Алуа, Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова, одан кейін жас буын Графеева келіп жатыр, Елдана Талипова келіп жатыр, Богданованың өзі жақында қосылған ұлттық құрамаға. Сондай жақсы баланс сақтап апарған екенсіздер. Енді осы жерде менде бір сұрақ Надежда Рябецке қатысты. Ол Токио олимпиадасынан кейін спорттан кетіп қалып жүрді. Одан салмақ ауыстырды. Ол бұрын ауыр салмақты еді, қазір 75 килограмм болған кейіннен 66-ға бокстасты. Сосын спортты қойып, 1,5 жылдай қойып жүрді. Кейін осы бас бапкер болған кезде маған хабарласып, рұқсат берсеңіз, осындай жаттығуды бастаймын деп хабарласты. Әрине, боксасам деп тұрған кез келген спортшыға ешкімнің кеудесінен итермейміз. Керісінше құлшынып тұрған спортшыларға бізге керек әрине. Сосын келді, Қарағанда болған Қазақстан чемпионатында 81 килограмм боксасты. Біраз салмақ жағын, одан да 81-ге де қуған екен. Жақсы, тамаша келіп, сол Қазақстан біріншілігінде чемпион атанды. Кейіннен 75 килограммда бізде Хализа Валентина чемпион болған. Ол жарақатына байланысты осы неге әлем чемпионатына қатыса алмады. Сол былай қарап, кімді Надежданы астыға 75-ке түсіріп, 81-де бізде Ержан Гүлсай Азия чемпионы болған еді сол кезде. Сол екеуінің арасында спарринг ештеме жасамай, ешқандай командаға айтады ғой, бір ауыртпалық салмай. Ауыртпалық салмай. Мақсатымыз әлем чемпионатына тыңғылықты дайындалу болды. Сол себептен осындай дайындалып, кімде Рябец Надежда да жақсы боксасты кешегі. Ол енді жасөспірімдер олимпиадасының жүлдегері болған, негізі жақсы келе жатқан боксшы қыз еді. Токио олимпиадасына барып жалғыз өзі. Бір ол қызға бір ұнайтыны құлшынып тұрады әрдайым. Ол жану деген жоқ, бірақ жеңіске деген құштарлығы өте тамаша. Және де еңбекқор қыз. Надежда Рябецінде оралған бізді қуантып қойды. Ол өте мықты боксшылардың бірі. Ол бәсекелестікті де арттырады, ел ішіндегі. Бәсеке салса, ол және де қазір 75 килограммда қалмайды, тағы да астыға түсемін. 81-ден тағы да түсейін деп жатыр. Жеке бапкермен осы астыға төмендеймін. 65-ке дейін барамыз деп тұр ғой. Жақсы, бізге неғұрлым жаңағындай конкуренция дейді ғой, конкуренция болса, ол бізге жақсы бәсекелестік. Қай жерде бәсекелестік бар, сол жерде жаңағындай
результат болады да. Нәтиже болады. Нәтиже болады. Осы жерде жаңа жеке бапкерлерінде айтып өттіңіз ғой, жаңа Назым мен Алуа бір бапкерде жаттығып, екеуінің сондай келісіммен біреуі 48, біреуі 50 келіге барғандары қуантты. Енді жалпы 48 келіде Назымның үшінші алтынына анық баратынына сендіңіз бе, әлде күмән болды ма? Жоқ, күмән болған жоқ. Назым осы Токио деп Париж олимпиадасының алдында Таиланд елінде сол кезде байқалды. Оның қарқыны, өзіне уже психолог тұрғыда өзгергені, және де сол кезде уже сенімді болдым сол қызға. Сосын олимпиадаға барған кезде аяқ алысы жақсы болып келе жатыр, уже көңіл күйі де басқаша. Сосын мына әлем чемпионаты, сол кезде олимпиадада жаңа айтып өттік қой, олимпиадада айтып 48-де 3 дүркін әлем чемпионы боламын деп бүкіл қазақ еліне өзінің уәдесін берген болатын, сөзін ұстады. Және де бізге Қазақстан чемпионатына Қарағандыда болған кезде 48 килограмм, Назымды ол жерде ондай болған жоқ. Мысалы 50 килограммда сен олимпиаданың қола жүлдегерсің, сен 48-ге барасың деген ондай ешқандай болған жоқ. Өзін 48-ге салмағын қуды, ел біріншілігінде өзін дәлелдеді. Сөйтіп әлем чемпионатына барды. Жолдама алды. Өзі жолдама алып, ондай ешқандай оған... Ой, Назым, сен кеше олимпиада алып келдің ғой, демала бер деген. Өзінің еңбегімен, өзін дәлелдеп, барлықтары сөйтіп барған әлем чемпионаты. Мына жақта да әлем чемпионатына сенімділік болды, тамаша. Әр бойын тамаша сенімді ұтты ғой барлықтары. Алуа да солай ұтты. Алуаға түсінде өте қуаныштымыз, өйткені ол да 50 келіге ауыстып, олимпиадалық салмаққа бейімделіп келе жатыр екен. Енді олимпиада іріктеу турнирлерінде кішкене жолмады. Сол айтайын деген, Алуа өткенде маған сұхбат бергенде айтқан, мен ағайыма айттым, 50 келіге ауыстым ба, осы салмақта қалам, қайтадан 48-ге бармаймын деп айттым деп. Енді қазір 50 келі олимпиадалық салмақ болғаннан кейін сұрақ болады ғой бізде, қалай болады екен деген сияқты. Әлде World Boxing'тан салмақтар өзгеруі мүмкін бе? Енді салмақ өзгереді. Ол жақта 51-54, оның қандай салмақтар, 10 салмақ қой, соның қай салмақтары нақты олимпиадада болады деген әлі белгісіз. Алда уақытта білеміз. Яғни 50 келіге талас тудырудың әзірге қажет жоқ дейсіз ғой. Алда уақытта бөледі. Мүмкін салмақ жоғары өсер. Оны білмейміз ғой. Мүмкін ол салмақ кірмей қалады. Мүмкін ол салмақ болмайды. Басқа салмақтар болады. Оны алда уақытта көре жатамыз. Біз ең басты дайындаламыз кез келген жағдайға. Осы чемпионатта Қазақстан командасында жаңа есімдердің бірі Виктория Графиева болды. Виктория Графиеваның өзін ұстауы да, әлеуеті де, қолдары ұзын, бойы ұзын, бәрі жақсы екен, ұнады бізге. Финалда не жетпеді деп ойлайсыз? Енді көпшіліктер жаңа төрешілікке қатысты сұрақ қалды деп айтады, бірақ сіз не айтасыз? Мамансыз ғой. Төрешілікке ешқандай Виктория жайында төрешілікке де ешқандай не жоқ. Сұрақ жоқ ешқандай. Бойды ұтылды. Викторияға да ешқандай сұрақ жоқ, ешқандай реніш жоқ. Өте керемет әлем чемпионаты. Бұл ол қыз үшін үлкен тәжірибе. Сіздер осы әлем чемпионатында қандай бокс асқан Виктория? Қазір әлем чемпионатынан кейінгі мүлдем басқа бокс болады. Өзіне сенімді қыз, психолог тұрғыда барлығы жақсы. Енді финалда ненің есебінен жеңілді деп ойлайсыз Викторияны? Виктория, мен ойымша, мүмкін алдын ала әлем чемпионы оқып қойдым екен, или ол қыздан көп күтіп қойдық па, сондай болған. Енді ұтылды, спорт қой, бір спортшы ұтады, бір ұтылады. Финалда ұтылды, бірақ ол ұтылысты ол үшін үлкен тәжірибе. Бұл жеңілістен үлкен жеңістерге жетіп бұйырса. Алда World Boxing. Әрине. Олимпиада ойындар. Қызға өте сенеміз. Қазір кейіннен қосылып жатыр үлкен жарыстарға. Азия чемпионатына қатысты чемпион болды. Мына әлем чемпионатында 2-ші орын алып жатыр. Финалға шықты. Финалға шығып, ол үлкен мына жеңілістен ол Алла мұны берсе, алда уақытта үлкен жеңістерге жетіп бұйырса. Осы чемпионатта тағы да бір жаңа 4 алтын алатындай мүмкіндігіміз болды. Негізі Елдана жақсы бастап келе жатқан мағанша. Бірінші раундта оның бір нокдаун бермей қойғандай көрінді. Елдананың соққылары бірінші раундта жақсырақ болғандай көрінді маған. Бірақ енді бастан сол Қытай қызы да мықты екен.
Елдана жалпы осы салмақта ұзақ жылдар бойы Ләззат Күнгейбаева көш бастады, иә. Соның бір орнын басып келе жатқан қыз сияқты, өкшесін басып келе жатқан. Иә, кімнің Ләззаттың артынан артынан келе жатқан осы Елдана ғой. Ләззат та жақсы, үлкен жеңісі, әлем чемпионы болды, әлем чемпионаттарында 2-ші орын алды. Барлық жарыста, барлық нелесі бар. Әрине, және де қыздарға мынау қарсысына артынан еріп жатқан айтады, үлкен салмақта қыздарымызға үлкен тәжірибе алатын қазіргі таңда мықты спортшының бірі Ләззат. Ләззат. Ал Елдана жақсы жаман емес бастамасы. Елдана жақсы, жарыс әлем чемпионатына оралатын болсақ, финалдағы боксасын Қытай боксшысымен бірінші раундта, кейін енді қайталап сол жерде де көрдік, енді оны рефери көрмей қалды. Нокдаун болып екен, кейіннен мына баспалардан барлықтан көрдік қой, болған екен, бірақ тиді, ары қарай Елдана алып кете алмады. Оның көп құшақтасу болып кетті, көп күрес болып кетті. Кейіннен шаршады ма, ал Қытай қызы басында қорқып жүрді, кейіннен ашылып кетті ғой. Сонымен енді ұтылды, өтіп кетті, енді оны оралып бүйту керек, сөйту керек деген емес, осы қателікпен алдағы уақытта жұмыс жасауымыз керек. Дұрыс. Еліс ағай, негізі сіз командаға өте бір қиын кезеңде келдіңіз ғой. Ондай жауапкершілік алу қиын болмады ма? Париж олимпиадасына санаулы ғана ай қалды. Қазақстан командасында жолдама болған жоқ. Қыздар командасында да бір кішкене кикілжіңдер, тұрақсыздықтар болды, ішкі атмосфера онша болған жоқ. Сондай кезде команда сені тапсырған кезде кішкене қорқыныш болмады ма? Және жалпы ұсынысты қалай қабылдадыңыз? Ұсыныс болды, бірақ ойландым. Бір-екі кісілердің ақыл кеңесін сұрадым. Және де осы кісілер енді федерация тарапынан болды ғой, ол кісілер танымайтын едім. Сосын ол кісілердің қандай кісі екендерін сенуге бола ма, сенуге болмай ма, сосын сұрастырып едім. Жақсы. Сөйтіп сол кісілерге сеніп, кейіннен кездесіп, сөйлесіп, бәрі оңды, жақсы. Сонымен келісімді, одан кейін жаңа бас бапкерлік қызметі келді қой. Өкінбеймін. Дұрыс жасаған екен осы кісілер. Біздің қазір жаңа федерация келді ғой, федерацияның ұжымы, біздің федерация президенті, және де қасында вице-президенттер бар. Федерация ұжымы өте жақсы, барлығы бір жанашыр, барлығы бірігіп, бізбен қатар мен бастықпын, мен осындай, ондай жоқ, бәріміз бірігіп, қандай Азия чемпионаты болсын, әлем чемпионаты болсын, барлығын бірдей жүріп, еңбек еттік деп айтуға болады. Жақсы, сенімдісің. Командаға келдіңіз, не сезім болды? Қалай, неден бастадыңыз? Жоқ, команда келгенде мен енді жеке бапкер ретінде әрдайым осы оқу жиын жатқанда да жүретінмін. Қыздарды білемін, команда білмеймін. Ол енді мен командаға былайша бөтен адам болған жоқпын, олар да үйренісіп кетті. Мен де үйренісіп, ары қарай жұмыс жасап кеттік, тамаша. Қыздардың командада барлық қыздар жақсы, еңбекқор. Алда мына үлкен қыздарымыз бар. Үлкен қыз болған кезде тәжірибелі қыздар деп айтсақ болады. Тәжірибелі қыздарға жастар қарап, барлықтары еңбек етіп жатыр. Енді жүргеннен айтады ғой, мынау спортта жүргеннен боксқа мысалы қорқақ адам келмейді дейді. Барлықтар қыздарға айтамыз, батырсыңдар. Еңбек етіп, ең бастысы өз-өздеріне сеніп еңбек етіп жатыр. Жақсы, тамаша. Өзім ұнайды. Десе де мысалға командаға келіп тізгінді алдыңыз, одан кейін спаррингтік турнир болды, ол да ел ішінде біраз шу туғызды, енді қанша дегенмен. Бірақ енді ашық түрде өткен дұрыс болды деп ойлаймын сол кезде. Одан кейінгі жаңа іріктеу турнирлері басталды. Осы кезеңдерде бір қандай да ауыртпашылықтар, өзіңізге деген бір алдағы жұмысыңызға деген бір алаңдаушылықтар, шығара аламыз ба, не болады деген сияқты қорқыныш болмады ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Спарринг бәрі өтті. Бізге ол жерде кім мықты, соны анықтау керек болды. Кім спарринг тұрытып лицензияға барды ғой. Лицензияға барды, олимпиададан жүлдегер болып келді. Ондай ешқандай ауыртпашылық болған жоқ. Енді қорқан жоқсыз. Ең бастысы мен қыздарға сендім.
команда біздің тренерский штаб дейді жақсы құралған, жақсы жасы да бар, үлкен де бар, бірақ ешкімнің жасына қарап отқан жоқ, бәріміз бірдей еңбек етіп жатырмыз. Париж олимпиадасында сіз әлі есімде андай Назым жүлде алғанға дейін сондай қабағыңыз түйіп, сұхбат бермей, сондай қатты жұмысыңызға басыңызбен кіріп кеткеніңіз байқалып тұрды. Назым менің медалінен кейін ғана сіз күле бастадыңыз ғой деген. Жоқ, андай ғой, негізі журналистердің ол жұмысы да бапкерлерден менен интервьюге алып келген кезде мен әлі жарыс аяқталған жоқ. Мен не айтамын? Барлығымыз айтатынымыз, барлығымыз келгеніміз медаль үшін келдік. Сол мақсатымыз соған жету. Оған дейін айтады, тон пішіп, болжау ұнамайды ондай. Бәрін сол уақыты келгенде дейсіз ғой. Бәрі уақытымен сондай. Сол Назымның олимпиадада жартылай финалға жолдама алды ғой, медаль бар екені белгілі болды. Сол кезде бір арқаңыздан жүк түскен шығар, әлде жоқ финалға дейін тоқтамаймыз деген максимализм болды. Финалға дейін іштей үміт болды әрине. Олимпиада чемпионы болатын. Былай келе жатық, жақсы келе жатық. Енді Назымның қоласы мен үшін алтындай болды. Өте керемет. Енді сіз алғаш рет барып тұрсыз командамен? Алғаш командамен бардық, бірақ жақсы. Назымның айтудым ғой. Сол жерде де айтқам, мен үшін батыр қыз деп. Тағы бір сұрақ туындап тұр. Сіз осы олимпиададан Назымның қола медальмен оралдыңыздар ғой. Содан кейін енді шаршалаңнан шыққаннан кейін Назым жылап, көңіл күйі болмады. Жалпы осы қыздармен жұмыс оңай емес қой негізі ше. Мен осы күрес түрлеріндегі бас бапкермен бір сөйлескенімде айтқан, оңай емес, жылап қалады қыздар. Енді қыздардың көңіл күйі де кішкене тез құбылып тұрады ерлерге қарағанда, бәрібір енді психологиялық жағдайлары, табиғаты басқа ғой енді кішкене. Қалай тіл табысасыз, жеңіліп қалған қыздарды қалай жұбатасыз? Кеше әлем чемпионатында кім қатты ренжіді, жеңіліп қалып немесе жаңағы мүмкін Графеева алтын ал болмады деген сияқты бір өкпелейді, ренжиді. Қыздар енді эмоционалды болады ғой. Жалпы қалай кілт табасыз, кімді қалай жұбатасыз? Бәрін зерттеп алған шығарсыз. Зерттегенде қыздардың енді жылайтыны. Мен алдында неде ересектік құрамасына дейін мен жасөспірімде болдым ғой. О жақта енді көп жылайды, о жақта үйреніп қалыппыз мына. Қазір ересектер арасында қатты ондай истерика болып жылап жатқан жоқ. Әрине көңілдері түседі. Жұбатамыз. Ол әрқайсысы қыздар ол спортшы, тек қана қыздар емес, спортшының ол соңғы жарыс емес. Соңғы мүмкіндік емес. Және де ол бір жарыстан келесі жарысқа одан да мықты болып оралатыны оларға сенімдіміз. Әрине спортшыға ең бастысы қолдау керек. Қолдау тек қана бапкерден, қасындағы кісілерден емес, бұл қолдау қазақ елінен жақсы. Әрдайым кеше мынау әлем чемпионатында өте ұнағаны ыстық, қыздарымызды қолдап, жеңілсе де қолдап жатыр ғой. Өте керемет. Ол спортшылар үшін өте бір керек нәрсе де қолдау. Мынау спортшыларымызды көтеретін де, түсіретін де ол біздің халық қой. Халықтың қолдауы өте прямо қыздарымызға, спортшыларымызға өте бір сенімділік береді. Тамаша. Осы айтыңызшы бір оқиға айтып беріңізші әлем чемпионатынан кейін немесе олимпиадада кеше әлем чемпионатын алайықшы. Бір қатты ренжіген, бір жайна жылап қалды ма? Қандай болды бір андай қыздардың бәрібір? Қыздардың барлықтарының көңіл күйі әрине барлықтары келген кезде. Графеева жылап тұр деп тұрғандай. Барлықтары енді жеңу үшін келеді ғой. Сәтсіздік болып жатыр. Әрине көңіл күйлер түсіп жатыр. Оған ешқандай ең бастысы спортшының сағы сынбаса болды. Сол ең басты мақсат. Ең басты. Ешқайсысын оны ұтылғандарға біреуіне өкпелеп, ұрсып, реніш сондай өз тарапынан ондай ешқандай болған жоқ. Түсінікті.
Елдос ағай, осы енді кеше жанкүйерлердің қолдауы өте жақсы болды әрине. Алайда жаңағы кішкене әлем чемпионатында кейбір елдер келмей қалғасын, жаңағы мықты деген елдер ибаны мойындамай World Boxingте жүргеннен кейін енді осы ұйымның тағдыры да бір әрқилы болып тұр ғой, енді бар емес я жоқ емес, бірақ әлі өмір сүріп жатыр, хок мойындамай отыр деген сияқты. Кейде бір пікірлерді көзім шалды, мен оны қолдамаймын әрине, әлем чемпионатының көп ешкім қатыспай жатыр, жаңағы оңай өтіп жатыр деген сияқты пікірлер де болды да. Осындай адамдарға не, осындай жанкүйерлерге не айтасыз? Түсіндім, айтып жатыр, бірақ бәсекелестік қалай болды? Егер айтып жатқан адамдар, мысалы қазір әлем чемпионаты болды, келмей қалған елдердің ішінен кім әлем чемпионы, кім келмеді, олимпиада чемпионы кім келмеді, мысалы мықты ел дейді. Мықтылардың барлығы бокстасты осы, Ресей құрамасы, Қытай. Енді олимпиада чемпиондар келген жоқ. Десе де Қытай, Азия мықты. Қытай, Азия, ол Азияда мықты. Кеше соңғы олимпиадада білесіздер, 3 алтын. Азия контингент, Азия негізі мықты. Әйелдер боксынан әсіресе. Именно осы әйелдер боксынан. Және де енді Индия келмеген шығар. Индия мысалы ересектер арасынан қазіргі таңда онда қатты мықты деп айта алмаймын. Жастар, жасөспірім буындарында олар мықты, жақсы нәтиже көрсетеді. Өйткені олар кезде өзім тарапынан күмәнім бар. Мысалы қалай кішкентай қыздарды шығарып жатамыз, 15-16 жастағы, мысалы 14 жастағы қыздар шығарып жатса, ар жақтан ересек қыздар сияқты бір тұрады. Өзімде сондай күмән бар да. Бір кейбір кісілер айтады, шын ба өтірік па, сосын Индия, мысалы Индия құрамасы емес, енді Индия дейді, туған кезде мынау метрке дейді ғой, метркелерін кейіннен береді дейді. Мысалы адам, қанша миллиард адамдар бар ғой, жолға қоймаған шығар, сондай дейді. Енді мен өзім нақты естуіңіз, сондай естуім бар. Енді сөйтіп жаңа ересектер, жаңа қайтып оралайын, ересектер құрамасы, мысалы Индия командасын бәрі айтады, Индия осылай. Жоқ, Индия қазіргі таңда мен әлемдегі мықты команда деп айта алмаймын. Қытай, түріктер командасы өте мықты. Ирландия командасы қатысты, командасы келді, бірақ олимпиада чемпионаты келмеді, ол жарақатына байланысты, сосын ауырып қалды. Бірақ Ирландия командасы қатысты. Ресей құрамасы қандай мықты? Ресей мықты. Ресей мықты. Сол әркім айтады, анау келген жоқ, мынау келген жоқ. Мықтылардың барлығы қатысты. Әрқайсысының соперниктері, қарсыластары барлықтарының жақсы болды. Таиланд, кеше Таиланд қандай мықты. Сол үшін білмеймін, ана кісілер не үшін айтады. Енді осы биылғы маусымдағы бір белестен өттіңіздер, Сербия Ниш қаласында. Енді World Boxing ұйымдастыратын әлем чемпионаты тұр. Негізі World Boxing дейтін ұйым бізге әлі кішкене түсініксіз, әлі бір кішкене көп қыр-сырын біле бермейміз. Ол жақта жарыс қалай өтеді, не болады, қалай болады, әлі белгісіз. Енді әр нәрсе өмірде бірінші рет болады ғой, сол сияқты енді сіздер де ертең қатысасыздар, көресіздер. Десе де осы World Boxingке қатысты барлығы келе жатыр деген бір моқ қолдап отырған ұйым, хок қолдап отырған, жаңағы бүкіл Украинаның бар, басқа мұсияққа бойкот жариялағандардың бәрі келеді деген сияқты бір кішкене жауапкершілікті бір артатын тұсы бар ма, әлде осы бір қалып бір тем? Бізге ИБА тарапынан біз жаңа World Boxing ғой, бір бокс, біз қандай дайындық, қандай бокс, мына жерде көрсек, ар жақта да сондай бокс көрсетеміз. ИБА, World Boxing таңдамаймыз. Таңдамаймыз, ондай кім қарсылас бокстаса береміз. Енді World Boxingке баратын құрамға әрине ерте ғой айтуға, бірақ десе де осы құрамдағы қыздардан барады ғой? Мынау әлем чемпионаты қатысқан қыздардың қазір қыркүйек айында болады ғой, әлі уақыт бар. Біз қазіргі таңда мысалы кеше әлем чемпионатына қатысқан боксшылардың 10 боксшысын оқу жиын жаттығуынан босаттық. Бір боксшымызға Бразилияға кетті, осы әлем чемпионатына келді, Бразилияға жарысқа қатысады. Кім қатысады? Анита Адишева. Қарағым. 50 кетті, бұна жақта 51 килограмм, 54 килограммға сол жаққа жібердік. Ол тәжірибе керек әлі. Және де 10 жаңа медаль алған қыздарымыз бар. Ол 6, сосын
10 қызды демалтып жатыр. Демалтқанда оқу жиын жаттығын, бір оқу жиын жаттығынан босаттық, келесі оқу жиын жаттығуға уже біздің сапта болады қатарда. Және те қазір Бакуге де жарыс болады, Хабаровскте жарыс болады. Әлем қыркүйек айына дейін біз Таиландта бар жарыстарда әлі бокстастырамыз қыздарда. Кім өзінің жақсы қырынан көрсет, кім бабында, сол қыркүйекте әлем чемпионатына қатысады. Мүмкін Назым бар. Төрт дүркін әлем чемпионы. Бұйырсын, ол да болады. Барлықтар еңбек етеді. Сен әлем чемпионысың, сен осында финалдасың, сен оған міндетті түрде қатысасың или 100% қатысасың деп ешкімге ондай әлі гарантия жоқ. Барлықта ешкім босамайды, жұмыс жасайды, барлықтары кім дайын, сол қатысады. Кейбір салмақтар мүмкін. Енді айтып отырмын ғой, жаңа жарыстарды көреміз, кім өзінің жақсы қырынан, кімге көңіліміз толады, сол бұйырса командада World Boxing қыркүйек айында намысты, еліміздің намысын қорғайды. Кейбір салмақтарда мүмкін сол кезде спаррингте болуы мүмкін. Ол алдағы жоспарда бар барлықтары. Оған дейін біз қазір құраманы барлық қыздарды, енді жарыстар болып жатыр, қазіргі салмақтары, барлық салмақтар жоқ әрине. Кейбір өзінің, мысалы, қазір жібек жолы турниріне барып жатыр Бакуде. Ол жерде мысалы өздеріне қандай салмақ бар, сондай салмақ қойған екен, сол салмақтарға біз екі қыздан апарамыз. Ол тәжірибе. Ол тәжірибе, және те біздің қазір алда уақытта U22 Азия чемпионаты бар. Мына жердің барлықтан көреміз. Жаңағы Азия чемпионатына көреміз, басқа жарыстан көреміз. Сөйтіп уже жай команда құрама жасақтала бастайды. Кім сол таңда кім жақсы болады, әлем чемпионатына қатысады. Мен сол сұрақ мазалайды. Назым 4 дүркін чемпион болып кетсе мүмкін, бәрі мүмкіндік. Бәрі мүмкін. Ағай, жаңа Аида Бікеева жайлы сұрағым келіп отыр. Аида Бікееваны мен көп бақыламаған екем. Мен үшін жаңа есім болып тұр. Енді мүмкін бұл менің де қателігім шығар. Спорт журналисті бола тұра, ондай спортшы қыз бар, көп елемегенім да. Аида 2 әлем чемпионатына қатысып, екеуінде бірінші айналымда ұтылған екен. Оның біреуі әйгілі Иман Халифтен ұтылған екен. Осы чемпионатта Аида бір өте әдемі бокс көрсетті, өзі бір салқынқанды қыз екен. Эмоциясын да көп білдірмейді. Әсіресе маған ресейлік қызды жеңгені қатты ұнады жартылай финалда. Аида қандай, ол туралы не айтасыз? Аида жаңа айтып отырсыз ғой, 2 әлем чемпионатына қатысқан. Жылда осы уақытқа дейін шыңдалып, осы енді қазіргі таңда нағыз бабына келіп, өзіне сенімді, психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда барлықтан. Оның алдында ол мысалы 60 килограмм, 57 килограмм салмақ қойып шыға алмай жүрді, ұтылып қалып өзінде. Мысалы кейіннен 63-ке ауысты да, 63-ті Қазақстан чемпионы болды. Өз несін тапты. Өз салмағын тапты, мысалы. Өз салмағын тауып, өзінің есейді де, өз бабына келіп, осы Азия чемпионаты болса, Азия чемпионатынан кейін өзім ойым сол Азия чемпионатында ашылды. Мысалы Азия чемпионаты ашылып, әлем чемпионатында қандай жақсы тамаша ойындар көрсетті. Әр кездесуін мықты ойнап шықты. Оның ағасы да масқара жанкүйер екен. Жанкүйер бұрыннан жүреді, Аслан. Ол Аиданың, мысалы, мен Қарағанды қаласынан ғой, бүкіл отбасын, барлықтарын, ата-анасын, барлықтарын ол кісілермен таныспын. Жақсы, барлықтары осы кеше Асланды алдында неде айтып өтті ғой, тойым болып отыр, тойым барлықтары дайындап отса, кім Аида, мен де бүгін банный дейін деп, неге кетіп қалды деп, сондай несі бар айтқан. Ағасының тойында ма? Ағасының тойында сөйтіп. Сол үшін кімде барлықтары, соны кімді Аидаға сеніп, отбасының қолдауы бар, өзіне қазіргі сенімділігі бар. Сонымен жаңа Азия әлем чемпионатында жақсы өнер көрсетті. Қазір енді World Boxing'ке ауысқан кезде 63 деген салмақ жоқ. 60-60-тан кейін 65. Енді 65-ке ауысып, 65-те де өнер көрсетті. Енді өнер көрсеткенде оны әлем чемпионы екен деп, мына чемпионатқа апармаймыз. Онда апармаймыз болған кезде өзін дәлелдесін. Өзін дәлелдеу керек. Спаррингтер болады, қазір турнирге қатысады 65 килограммда. Көресіздер. Көріп, алда уақытта 65 килограммның қатысатын адамды енді таңдаймыз бұйырса алда уақытта.
Осы жаңа сіз өзіңіз үнділік қыздар туралы айтып отырсыз ғой, негізі әйелдер боксында кейбір мәселелер бар, иә. Енді біздің елде ондай жоқ шығар, бірақ әлемдік тәжірибеде көріп жүрміз, көптеген сұрақтар туындайды. Иман Халифтің өзі Париж олимпиадасында қаншама шу болды, иә, айналасында. Одан бөлек тағы қандай тағы бір қыз бар, иә, вьетнамдық па, бір азиялық бір қыз бала бар, тайпейлік, иә. Сол қыз балаға қатысты, соның нақты қыз бала ма, әлде еркек адам ба деген сұрақтар көп қойылып жатыр. Жалпы енді өзіңіз осы салада жүрсіз ғой, және осындай сұрақ бұл бокста, әйелдер боксында бар. Сіз бұған қатысты не ойлайсыз? Сізде күмән бар ма? Биыл соның барлықтары олимпиадада басталды ғой, сонда көрдік. Оған дейін ондай айтады, бірақ білмеймін неге қалай еркек адамды осыншама зерттеп еркек адамды әйел адамнан ажырата алмай жатқан, сол маған таңғаларлық жай деді. Мысалы қалай еркек адамды әйел адам қанша ДНК-сынан барлықтарын тексеріп жатыр ғой, енді қалай айыра алмай жатқанын білмеймін. Және де оларға мысалы олимпиадаға қатысуға рұқсат етілді, әлем чемпионатында рұқсат етілді. Бір әлем чемпионатында мысалы финалда ма, жартылай финалда ма шығармай жатыр да. Шығармай қойды. Неге ол не үшін қатыстырады, не үшін ондай шешетін болса, оны мүлдем қатыстырмау керек та. Мысалы бірінші кездесуде мүмкін бір қызбен бокстасты да, ол қыз мүмкін оны ұтса әлем чемпионы болар ма екен. Сондай кішкене түсініспеушілік жағдай көп та. Бірақ өз тарапымнан мысалы білмеймін, енді бір алла біледі, ол қандай не жағдай болған. Өзім ол ма екен, қыз ба екен, өзім басымды қатырмаймын ше соған шынында. Біздің қыздарға да ондай бір қарсыластар жоқ болған сияқты әлі. Осы соңғы жылдары. Жоқ, соңғы жылдары қатысқан жоқ, бірақ Карина боксасқан жаңағы Иман Халифа отқанда да жаңа Тайпейдің қызын отқан мысалы. Карина ондай сөйлестіңіз ба, оның күмәні жоқ па? Бір соққысы ауыр деп осы бір қыз, италиялық қыз ба, жылап кетіп қалды ғой, бокста ұтпаймын деп. Иә, сондай болды, бірақ білмеймін ғой, оны отқан да қыздар бар ғой, мысалы, қалай болған енді. Шынымды айтсам, бұрын ересектер боксын аса көп көрмейтін. Мысалы, мен жеке шәкіртім болса, мен жеке шәкіртім салмағын қараймын да, ол басқа салмақтар қызықтырмайтын. Қазіргі таңда енді барлығын қарап көреміз. Кеше жеребьевка өтеді ғой, жеребьевка өткеннен мысалы, кім Назым кіммен шығады, Алуа кіммен шығады, мысалы, Аида болсын, кез келген қыздар мысалы кіммен бокстасады, соларын қарап ютубтан, гуглдан соның несін бокстасқанын, соның бәрін қарап зерттеп өзімше. Мен Иман Халифті олимпиада ойындарында тура қасымнан өтіп кетті, көрдім. Ол олимпиада чемпионы болып, біз баспасөз залында жұмыс істеп отырғанбыз. Олар бір түн болып кетті, көп есіктер жабылып тұр, шығатын жер таппай қалды ау деймін, сол біздің жақпен өтіп кетті, бүкіл халқы соңында қуанып жүрді. Иман қасынан қарасаң әп-әдемі қыз бала, мен өзім ондай шудың шынымен де енді керек те болған шығар. Бір сұрақ болып тұр, ағай, сіздің осы бапкер ретінде қалыптасу жолыңыз қалай өтті? Осы бапкерлікке қалай келдіңіз? Бокстағы қандай нәтижемен тоқтадыңыз? Және неліктен қыздарды жаттықтыруды жөн көрдіңіз? Осы бапкерлік жолыңызда кім сізге жол көрсетті? Ең басында спорттан кеткен әрине жарақатқа байланысты спортты қою керек болды. Қай салмақта жұдырықтастыңыз? Соңғы рет 60 килограммда босасқан. 2004 жылы, 2005 жылы, мысалы 2004 жылы 54 килограммда, 2005 жылы 57 килограммда осы ересектер арасында Қазақстан чемпионы болған. Кейіннен Азия чемпионатына бар, сол иығым жарақатына байланысты иығым шығып кете беретін болды. Бір Куба елінде жарыста жүрген кезде иығымды шығарып алдым, ең бірінші. Оны кейіннен спарринг ойнадық, соны бапкер ойнатып, сол жерде толық шыққан білмедім, бапкер травма, қолың ауыра ма деп сұрады, ол кісіге ешқандай не жоқ, қолың ауыра ма деді, жоқ ауырмайды деп, уже боксасқан бір 4-5 күннен кейін ғой, кетерге сосын бос жүрмесін деп, санатты бапкер сұрады, апарған бізді. Иығың ауыра ма, жоқ деп, ауырмайды деп, турникет артылып бәрі жақсы. Сол кезде одан спарринг ойнайсың ба, ойнаймын деп, Қытайдың бір боксшысымен спарринг ойнап жатқан кезде қайтадан иығым шығып кетті. Сол кезде толық көрді, саған онда иығың болмайды екен деп, сол бапкер сол кезде айтып жатыр. Кейіннен кейін емделіп, жарты жылдай ма емделіп, уже ұрып бокса спаррингтер болды, ондай ешқандай жарақат болған жоқ. Кейіннен Азия чемпионатына барған кезде, Азия чемпионатына 2007 жылы Азия чемпионатына қатысым, Монғолия елінде. Сол кезде финалда иығым шығып кетті.
2007-де иығым шығып кетті сол кезде тағы да. Сөйтіп сол жылы бірге ойнамалы болып кетті. сол ойнамалы болып кеткен екен. Сонымен операция істедік. Сол кезде айтқан еді, 2 айдың ішінде бокс саласың. Форма дедік, мақсатым бары 2008 жылғы Олимпиада, Пекинде Олимпиадаға қатысу. Пекинде Бейжің Олимпиадасына қатысу мақсатым сондай. Жақын қалғандай сезініп жүрем. Амал нешік, осындай 2 айдан кейін неде боласың, жаттығуыңды жасап, жарысқа бара аласың деп операция жасаған болатын. Ол 2 ай емес, 2 жылға созылып кетті. 2 жылға созылып кетті. Жаңағында пока қолымды көтеріп, толыққанды боксасқанға кейін боксасып, енді жақсы формаға кіріп келатырмын. Қазақстан чемпионатында 2-ші иығым шығып кетті. Бұл 2009-10 жылдары. Иә. Сонымен иығым шығып кетті, 2-ші иығым. Сонымен спортты қою керек болды. Әрине спортшыға, мысалы спортта жүргеннен кейін өте қиын. Спорт тастау қалай болады, спорттан басқа мысалы бүкіл ойыңның бәрі, мысалы айтады, дисциплина, барлықта спорт дегеннен шамалы басында қиын болды. Не істерін білмейсің? Не істерін білмеймін. Сол кезде бапкерім айтты маған, бапкер бол деп. Сіздің бапкеріңіз кім болды? Бірінші бапкерім, мен Жезқазған қаласында бастағам, Әділер Ашыбеков деген кісі. Ол кісі мені ең бірінші бапкерім, барлық базаны қойған сол кісі. Ол кісіде 8 жыл қатыстым. Сосын ол кісі травма, жолым болмай жүргеннен кейін айтады, мүмкін бағыңды байлап жүрген шығармын. Өзі ол кісі ешқандай өзі алып келіп, мені Қарағанды облысы Жезқазған қарайды. Ғалым Кенжебаев ағайға келіп, сол кісі табыстап, мысалы ол кісіде Ғалым ағайда да мен 8 жыл дайындалдым. Ғалым ағай бұрынғы бас бапкер ұлттық құраманың жеке бапкері. Жеке бапкері. Сол кісі дайындалдым. Сол кісі сол кезде бапкер болмаймын деп өзімше жүргем ғой, басқа жұмысқа тұрамын. Сөйтіп болдым, ешқандай істемеймін деп. Кейіннен 1-2 жұмыстарда жүріп, сосын ағайым айтты, келіп маған көмектесіп, балаларға, мен жарысқа кетем, балаларға қара деп. Сөйтіп сол кісіге келіп, мен залда жүріп, балаларға қарап жүрем. Сонымен балаларға сол кездерде, мысалы 95-94 жылы балалар ғой, менен 10 жас кіші балалар. Сөйтіп солармен бауыр басып қалдым. Кейін өзім жинай бастадым. Сөйтіп 1 жылдай тренировка жасап жүрем бізге залға, сосын федерация келіп, Айжан Ходжибеков бокс ашып жүрген, соның бапкері, сонымен жұмыс жасау керек болды. Федерация айтты, осындай қыз бар, жұмыс жасау керек, көмектес деп. Сонымен бізге залға келіп жұмыс жасап жүріп, ең бірінші сол оқу жиын жаттығуына барғам 2013 жылы. Содан бастап әйелдер боксындамыз. Әйелдер боксы. Сіз өзіңіздің кезіңіздегі бәсекелестеріңіз, замандас боксшыларыңыз кім болды? 57 келді бассаңыз, ол кездерде Галиб Жафаров болды. Галиб Жафаров ағамыз, екеуміз қарсылас болдық. Бірақ Галиб өте айтам ғой, енді ағамыз ғой. Қарсылас болсам да маған ақылын айтатын. Ақылын айтып, Билдос, мынау дұрыс емес, былай істе деп. Сол үшін ол кісіні қатты сыйлаймын, әлі күнге дейін жақсы. Мен кейбіреулер болды, қарсылас болса, мысалы сыйласпай, сөйлеспей кетеді. Ол кісімен қарсылас болса да, сол кезде мен бір қалғаным, әлі күнге дейін, бірақ ондай әлі естімегенмін. Сөйтіп қарсыласына, мысалы ақыл үйреткен кісі. Мысалы 2008 жылы Олимпиадаға бара жатыр ғой ол кісі. Сол кезде мысалы мен травмадан келдім, бірге не қарап, соперниктерін қарап, бірге талдап, соны өте сол кісі Галиб ағамыз Олимпиададан медалиясы екен деп өзім үміттенген. Бұрында сол кісінің жанкүйері 2004 жылы мысалы Афинаға барды ғой, сол кезде мен білемін. Ол кезде Бақтияр Артаев ағаларымызды, оларды мен тани қоймайтынмын. Сол білетін Геннадий Головкин и Галиб Жафаров. Галиб Жафаровқа кәдімгі жанкүйер болып, сол кезде ұтылып қалды дегенде мен тренировка отырғам, қалай ұтылып қалды деп өзіме сенбей, сол кездерде кейін сол кісіге қарсылас атанып, жақсы, күшті тәжірибе сол кісі арқылы жинадым. Мысалы көп ақылын айтып, әрдайым қолдап тұратын.
сол кісіні сол үшін адамгершілігі үшін қатты сыйлаймын әлі күнге дейін. Жақсы. Қазір де араласып тұрасыз? Иә, енді араласып тұрамыз, жақсы. Осы енді өзіңіз сәлеміміз өте жақсы. Керемет. Өзіңіз енді ерлер құрамасында ұлттық құрамада болдыңыз, чемпионат, Азия чемпионаттарына дейін барып, олимпиадаға іріктеуге дейін барған боксшы болдыңыз ғой. Енді өзіңіз қазақ боксшыларының ішінен кімнің нәтижесіне қатты көңіліңіз толады? Қай боксшыны осы қазақ боксшыларының ішінде, осы алдыңғы буын, өзіңіздің алдыңғы буын құрметтейсіз? Кім? Мысалы, мен сіз айтқандай Серік Сәпиев 2008 жылы ұтылып қалды дегенде сенбегем. Кішкене бізге записпен жазбамен берді ғой. Жаңа Таиландтықтан ұтылып қалып еді ғой. Сол сияқты болып тұр сен Жапаров. Сіз кім, қай қазақ боксшыларының ішінен кімнің нәтижесі сізді қуантады? Мен мысалы қазақ боксы мынау деп айта алмаймын. Барлығы еңбек етіп, адал еңбек еткен кісілердің барлық еңбегін бағалап, жеткен жетістіктерін барлығын бағалаймын. Бар кісілердің. Сол бөліп жаратын ешкім жоқ. Барлығына көңілім толарлық, барлығына ризамын. Барлығына. Керемет. Осы дзюдода Қазақстан қыздар, әйелдер және ерлер құрамасының бірге жаттығу жиын өткізетін тәжірибе бар екен. Сіздерде ондай ерлер құрамасымен өткізу жоқ па? Ойда? Ондай ойда жоқ ешқандай. Біздің мысалы ерлер құрамасы қаншама көп, әйелдер құрамасы. Әр құрама өз жоспарымен. Өз жоспарымен жұмыс жасап жатыр. Ондай бірге парға тұру, күрес мүмкін приемдар үйренсем, мына жақта соққы басқаша ғой. Ауырлау болады ғой бәрібір. Аха, түсінікті. Елдос мырза, мына сұрақ Әйгерім туралы сұрағым келіп тұр. Осы Әйгерім қазір біздің соңғы баспасөзде ақпараттық сайттардың Әйгерім туралы тақырыптары жанып тұр ғой. Шынымен де неше жылдан кейін, 10 жылдан кейін ба, 12 жылдан кейін ба оралып отыр екен. Қанша уақыт жолдасына, жолына қарап, бала бағып, 5 баланы өмірге әкеліп, не қазір Азиядан жүлдегер атанып отыр. Осынша жасында Қазақстанды мойындатып отыр. Қазір қалай Әйгерім? Әйгерім, ол қатысып осы 3 жылдай ма, пока өзінің бабына келгенше 3 жылдай уақыт өткендей болды, биылғы таңда. Осы маусымда, осы неде мықтылар турнирі былтыр, мықтылар турнирі болды. Сол кезде барлық қарсыластарын ұтып, жас боксшылар мысалы ұтты барлықтарын. Азия чемпионатында қандай өнер көрсетті. Болгарияда өнер жақсы көрсетіп жатыр. Бұрын енді өзінің алдында өздері айтып отыр ғой, сіздерде болды сұхбаттарда айтып жатыр, өзімде қалып қойған желанием бар деп. Айтып отырмын ғой, бізде құрамада сенің қанша балаң бар, сенің жасың нешеде, сенің жасың есейіп кетті, ондай жоқ. Кім еңбек етеді, кімнің ынтасы, желание ғой, кімнің жеңіске деген құштарлығы, кім еңбекқор, мен сонысына қараймыз. Ол сенің жасың үлкен, сен боксаспайсың, сенің семьяң, бала шағаң бар, сен қатыспайсың, ондай жоқ. Ешкім кеудесін кім өзін мойындатады, сол құрамада өзін алда үлкен жарыстарда ел намысын қорғауға барына шанс береміз. Яғни әділет түрде. Әділет. Өзіңіз осы командада енді барлық қыздар еңбекқор, барлық қыздар мықты ғой, енді ұлттық құрамаға келу алдында да жиында болып кеттім. Кішкентай қыздардың өзі қалай жаттығып жатыр, риза болып қалдым. Ана 3 команда, 3 жас деңгейіндегі құраманы жинақтадыңыздар ғой өткенде. Сондай бір жақсы жиын өтіп көрдім. Осы десе де осы бас құрамада, қазір ұлттық құрамада өте еңбекқор бір команданы алып жүретін, жандырып жүретін, бір дараланып тұратын спортшы бар ма? Кімді мысалға? Қыздарымыз, біздің қыздарымыз еңбекқор, өте Алуа, Назым болсын, Жайна, қандай еңбекқор, Ләззат, барлықтар еңбекқор. Сол осы қыздарды әрдайым жас буынға айтамыз, міне еңбек етіңдер. Егер жетістіктерің керек болса, көбісі айтады ғой, мысалы, оның жасы келген, оны апармау керек, жастарды апару керек. Ол айту оңай, сырттан айтады. Іште біз көреміз ғой, жас болса да қалай мына кісілер қалай еңбек етеді, мына кісілер қалай еңбек етеді. Еңбек етпейтін болса, жас боксшы еңбек етпей, ынтасы, желание дейді, ондай болмаса қалай бокс етеді ол. Ал айту оңай сырттан. Ақылшылар көп әрине, ақылшылар көп,
енді былай айтсам білгіш деп айтайықшы, білгішсініп сонда айтады ғой, вот жастарды апару керек. Мысалы комментарийлерді көресің, мынаның жасы келген оны қайтесіз, мысалы скрытый немен жазып жатады да. Егер жанашыр, шын жанашыр болса, бар кісілер, жанашыр кісілер келіп, бауырым осылай мына қалай болады, неге бүйтіп апармайсыздар деп сұрайды. Сол кезде түсіндіріп айтамын, міне былай мына кісі еңбек етеді, мына кісі мына қараңыз еңбек етпейді, мына жарыста былай сосын барып түсінеді да. Ал жай айту оңай әрине. Еңбек етсін, тек қана кім қалай еңбек етеді, солай рингте өзін көрсетеді ғой. Енді қазір World Boxing, осы маусымдағы World Boxing өткізетін әлем чемпионаты тағы үлкен ірі жарыстардың бірі сіздер үшін. Енді сіз ояқта қай қарсыластардан, қай елдерден қауіп күтесіз? Кеше өзіміз көрмеген, серияда болмаған елдерден. Енді бұл спорт болғаннан кейін, соның ішінде бокс, әр қарсылас бізге қауіпті. Әр қарсыласқа дайын болмыз. Мынау осал, мынау мықты деп ешкімді бөліп жармаймыз. Әр қарсыласқа тыңғылық дайындалып, ондай босаңсу жоқ ешкімге. Ешкімді біз мықты екен, мықты мынадан қорқамыз, және де мынау оңай мынадан қорқпаймыз деген жоқ. Өзіміздің мақсатымыз бар, соған жұмыс жасап, басқа елдер бізден қорықсын. Сол қыздарға да айтатын, осы командаға айтатын, бізден қорықсын. Біз кімнен қорқамыз, біз ешкімнен қорықпаймыз. Ондай барлық қарсылас бізге қарсылас. Керемет. Енді осы жерде өзіңіз көп жағдайда сыртта боласыз, отбасыңыз түсініспен қарайтын шығар. Енді көп уақытыңыз өзіңіз отбасыңыздан гөрі ұлттық құрамамен өтеді ғой. Бапкерлердің, әр бапкерлердің дейді, бір жылда 12 болатын болса, соның 9 айын спортшылармен жүреді екенбіз. Мысалы, қалған 3 ай мысалы отбасымызға соған кетеді екен. Әрине, енді бұл біздің жұмысымыз ғой. Жолдасыңыз түсіністікпен қарайды? Әрине, түсіністікпен қарайды. Әйел адам ғой, кейбір кезде қисайып қалатындар бар. Мысалы, балаларыңыз туған күннен қалып қойған кезде? Ондай, ол тек қана мен емес, спортшылар болсын, бапкерлер болсын, ондай жиі болып тұрады. Тойларға, мысалы, мен 2 туған інімнің, енді спортшы жүрген 2 туған інімнің тойында болмаған, мысалы, сондайлар көп. Ол тек қана мен басым емес, көп спортшылардың басына өткен ондай. Кеше осы сіз 3 әлем чемпионын шығарып келді, олимпиада жүлдегенін шығарып келгеніңіз, балаларыңыз мақтанатын шығар. Әйгерім балалары мақтан жүреді. Енді мынау неден көріп отырады ғой. Әрине, бала шағамызға, туған туыс әке-шешемізге ол бір мақтаныш деп ойлаймын. Қуанып, әрдайым қолдап отырады. Олардың қуаныштары үшін жақсы әсер. Енді кеше ИБА тарапынан да, Қазақстан бокс федерациясы тарапынан да спортшыларға жақсы сыйақы беріп жатыр, қуанып жатырмыз. Енді спортшылар да былай қарасаң, бүкіл жастығын спортқа беріп жатыр, бүкіл өмірін, Қазақстанның намысын біз сол Алуа сияқты қыздардың мойнына артып қойып жатырмыз ғой, былай қарасаңыз. Енді оларға сондықтан қандай сыйақы берсе де жарасады деп ойлаймын. Енді бапкерлер тарапына да ренжітпеген шығар. Енді барлықтардың сұрағы осы, қыздарға осындай сыйақы береді екен ғой, бапкерлерге не береді, сендерге не береді дейді. Сіздердің де еңбектеріңіз. Ол сіздерге сияқты, бізге де сондай, бізге не береді екен деп үміттеніп жүрген. Білмейміз, ондай қанша берсе де біз жақсы, көп рахмет, алғысымыз шексіз. Федерацияға, федерация ұжымына осындай көзқарас, мысалы спортшыларға болсын, бапкерлер болсын, көзқарастары өте тамаша. Сол кісілермен бірігіп осындай жұмыс жасап жатқаныма қуаныштымын. Шахмарат мырза бапкерлерді ренжітпейді деп ойлаймын. Қанша дегенмен негізі бұл жағынан боксты біз кеше Есияға айтқан сияқты маңдайға басқан спортымыз деп білеміз, нөмір 1 спорт түрі санаймыз. Сондықтан көптеген спорт түрлеріне қарағанда боксшыларға қолдау жақсы, ол да жақсы. Ендігі чемпионатыне қайттан жаттығу жиындарын бастап кетсіздер, кеше ғана аяқталды, кірісіп кетсіздер. Енді жаңа ең қазіргі Бакуге дайындаласыздар. Баку жібек жолы турниріне. Жаңа Хабаровск Ресей елінде, ол жаққа да 8 қызымды жібереміз. Мына жерге 12-15 қыз келеді мына жаққа. Шамамыз келгенше, енді ол ерлер боксынан қарағанда, әйелдер боксына жарыс аздау, сонысы проблема болып тұр. Мысалы,
турнирге 2 адам 3 адам одан артық кіргізбейді де кейбір бапкерлер айтады мен қызым апармайсың неге апармайсың. Енді шамамыз келгенше турнир аз қайтеміз енді. Шамамыз келгенше барлық турнирге бір жағынан спортшыларды көреміз де, кім қалай бокстасады, кімнің психологиясы қандай, кім рингте өзін қалай ұстайды, кім тыңдайды, кім тыңдамайды. Соның барлығын біз үшін сыртта көру оларға маңызды. Маңызды, және де бізге ол спортшымен жұмыс жасау оңайырақ болады да. Психологиясын білеміз, қалай өзін ұстайды. Елдос мырза, сізге көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Енді біздер жаңа айттық, Әлем чемпионы бар, Азия чемпионы бар, Олимпиаданың 3 қола жүлдегері бар. Енді келесі Олимпиада сіздердікі болсын. Қазақ қыздары алтын алсын. Амин. 4 дүркін, 5 дүркін чемпиондар шыға берсін әлемнің. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Қыздар командамызды жақсы жетістіктерге жетелеп жүреріңіз. Көп рахмет. Сізге де осы программаңыз үлкен деңгейдегі программаның бір подкасты болды. Сондай мықты передачаның бірі болсын. Рахмет.